Қасқыр туралы адамзаттың пікірі ежелден екіге бөлініп келеді. Біреулер оны қанішер, жыртқыш деп қабылдайды. Ертегілер мен аңыздарда көбіне қораға шауып малға тиетін, қараңғы түнде ұлып жүретін қорқынышты аң ретінде суреттеледі. Ал енді біреулер қасқырды еркіндіктің, батылдықтың және адалдықтың символы санайды. Даланың сұр жыртқышына қарап, табиғаттың қатал заңын көреді. Шындық осы екі көзқарастың ортасында жаққандай. Қасқыр шынымен де жыртқыш, бірақ ол адамдар ойлағандай себепсіз қырып жоятын қатыгез аң емес. Қасқырлар жер бетіндегі ең ақылды аңдардың қатарына кіреді. Ғалымдардың айтуынша, олардың ойлау қабілеті кейбір үй жануарларынан әлдеқайда жоғары. Табиғат оларды тіршілік үшін мінсіз етік жаратқан. Иіс сезу қабілеті өте күшті. Желдің бағытымен бірнеше шақырым жердегі аңның иісін сезе алады. Құлағы өте сақ. Орман ішіндегі ең әлсіз дыбысты да ажыратады. Қараңғыда көру қабілеті де адамнан әлдеқайда мықты. Мұның бәрі қасқырды кәсіби аңшыға айналдырады. Алайда қасқырдың ең үлкен күші оның тісінде, немесе жылдамдығында емес. Оның басты артықшылығы үйімшілдік. Қасқырлар жалғыз жүргенді ұнататын аң сияқты көрінгенімен, шын мәнінде олар отбасы болып өмір сүреді. Үйір олардың тіршілігінің негізі. Әр қасқыр өз орнын біледі. Әр қайсының міндеті бар. Осы тәртіптің арқасында олар ең қатал қыстанда аман шығып, жабайы табиғатта өмір сүріп келеді. Қасқырлар үйірінде көбіне бірнеше ұрпақ бірге өмір сүреді. Көсем қасқыр, оның жұбы, олардың күшіктері және алдыңғы жылдары туған жас қасқырлар бір топ болады. Үйір сырт көзге тек аңдардың жиынтығы сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ олардың арасында таңғаларлық тәртіп қалыптасқан. Әрбір әрекет белгілі бір заңға бағынады. Көш кезінде мұны анық байқауға болады. Қасқырлар бейберекет жүрмейді. Ең алда кәрі әрі әлсіз қасқырлар қозғалады. Себебі бүкіл топ солардың жүрісіне бейімделеді. Егер жас әрі қуатты қасқырлар алға шықса, әлсіздері қалт қояр еді. Табиғаттың қатал заңы бойынша артта қалған аң көбіне өлімге тап болады. Сондықтан үйір өз мүшелерін қорғау үшін ең әлсіздерінің қарқынын ескереді. Кәрілерден кейін тәжірибелі ересек қасқырлар жүреді. Ал үйірдің ортасында күшіктер орналасады. Бұл ең қауіпсіз орын, себебі барлық қасқырлар балаларды қоршап қорғайды. Артқы шепте ең күшті, ең төзімді қасқырлар болады. Егер қауіп төнсе, алдымен солар шайқасқа кіреді. Ал үйірдің көсемі көбіне шеткерірек жүреді. Ол бүкіл қозғалысты бақылап, қауіп-қатерді байқап отырады. Қасқырлардың өміріндегі ең маңызды нәрсенің бірі отбасы. Олар күшіктеріне ереше қамқорлық көрсетеді. Қасқырдың бөлтірігі дүниеге келген кезде бүкіл үйір өзгереді. Ұрғашы қасқыр іннен ұзап кетпейді. Басқа қасқырлар оған тамақ тасып береді. Ал күшіктер өсе бастағанда, оларды тек ата-анасы ғана емес, бүкіл үйір тәрбиелейді. Жас қасқырлар бөлтіріктермен ойнап аң аулауды үйретеді. Қарт қасқырлар қауіптен сақтануды көрсетеді. Бөлтіріктерге көп нәрсе кешіріледі. Олар үлкендердің құйрығын тістелеп ойнаса да, үстіне секірсе де, ешкім ашуланбайды. Себебі үйір болашақтың солар екенін түсінеді. Қасқырлардағы тағы бір ерекше қасиет адалдық. Олар көбіне өмірлік жұбын бір рет таңдайды. Еркек пен ұрғашы қасқыр ұзақ жылдар бірге өмір сүреді. Егер біреуі өлсе, екіншісі ұзақ уақыт жалғыз қалуы мүмкін. Кейбір зерттеулерде сыңарынан айырылған қасқырдың мінезі өзгеріп, өмір сүру ұзақтығы қысқаратыны айтылады. Бұл жануарлар әлемінде сирек кездесетін құбылыс. Адамдар қасқырды қатыгез дейді. Бірақ жабайы табиғатта мейірім деген ұғымның өзі басқаша. Қасқырлар әлсіздерді бекер өлтірмейді. Олар тек тіршілік үшін аң аулайды. Қасқыр ешқашан ойын үшін өлтірмейді. Аш болмаса, қауіп төнбесе, ол адамға жақындамауға тырысады. Көп жағдайда қасқыр адамнан қорқады. Дегенмен аштық барлық жануарды өзгерте алады. Қыстың қатал күндерінде орманда аң азайғанда, қасқырлар ауыл маңына жақындайды. Кейде қорадағы малға шабуыл жасайды. Мұндай кезде адамдар мен қасқыр арасындағы қақтығыс басталады. Ауыл тұрғындары үшін бұл қауіпті жыртқыш, ал қасқыр үшін бұл жай ғана тірі қалудың жолы. Қасқырлардың аң аулау тәсілі ерекше. Олар жалғыз емес, топпен әрекет етеді. Әр қайсының өз міндеті болады. Біреуі жемтікті үркітеді, екіншісі жолын кеседі, үшіншісі аңды шаршатады. Олар кейде бірнеше сағат бойы бұғыны немесе елікті қуып, әбден әлсіреген кезде ғана шабуыл жасайды. Мұндай төзімділік пен үйлесімді әрекет табиғатта сирек кездеседі. Қасқырлар бір-бірімен түрлі дыбыс арқылы сөйлеседі. Ең танымалы ұлу. Адамдарға бұл қорқынышты дыбыс болып естіледі. Бірақ қасқыр үшін
Ол байланыс құралы. Ұлу арқылы олар жоғалған мүшесін шақырады, аумақты белгілейді, немесе басқа үйірлерге ескерту жасайды. Кейде бүкіл үйір қосылып ұлиды. Мұндай сәт орман ішінде ерекше әсер қалдырады. Табиғаттың өз музыкасы секілді. Қасқырлар өз территориясын қатаң қорғайды. Әр үйірдің аң аулайтын жері болады. Ол аумақ кейде жүздеген шақырымға созылады. Басқа қасқырлар шекараны бұзса, қақтығыс тууы мүмкін. Бірақ көбіне олар бір-бірінің иісін сезіп, төбелессіз-ақ кері қайтады. Табиғаттағы қасқырлардың рөлі өте маңызды. Олар ормандағы әлсіз, ауру аңдарды аулап, жануарлар арасындағы аурудың таралуын тежейді. Ғалымдар қасқыр жоғалған аймақтарда бұғы мен еліктің шамадан тыс көбейіп кеткенін байқаған. Соның салдарынан орман өсімдіктері азайып, бүкіл экожүйе бұзылған. Кейін қасқыр қайта оралғанда табиғи тепе-теңдік қалпына келген. Бүгінде қасқырларға ең үлкен қауіп адам. Ормандар азайып барады. Жолдар, қалалар, өндіріс орындары көбейген сайын олардың мекені тарылып келеді. Кей адамдар қасқырды тек зиянкес деп көріп, жаппай аулайды. Бірақ табиғаттағы әр жануардың өз орны бар. Қасқыр жоғалса, орман да өзгереді. Қазақ халқы қасқырды ежелден ерекше құрметтеген. Көк бөрі туралы аңыздар бекер шықпаған. Көшпенділер қасқырдың еркіндігін, төзімділігін, батылдығын жоғары бағалаған. Батырларды бөріге теңеген. Тіпті жауға шапқан сарбаздардың рухын қасқырға ұқсатқан. Қасқыр табиғаттың қаталдығы мен әділдігін қатар бойына жинаған ан. Ол мейірімді үй жануар емес. Бірақ оны тек жауыз жыртқыш деп қабылдауда дұрыс емес. Қасқыр өз заңымен өмір сүреді, отбасын қорғайды, үйірін сақтайды, табиғаттағы тепе-теңдікті ұстап тұрады. Мүмкін сондықтан да адамдар ғасырлар бойы қасқырдан қорықса да, оған таңдануын тоқтатпаған шығар. Себебі сұр жыртқыштың жанарында жабайы табиғаттың шынайы рухы бар.